Қазір біз майлау жүйесінің үрдісін қарастырамыз. Бірінші, мотор майы цилиндрлер бас тиегінің қақпағында орналасқан өнеш арқылы құйылады. Құйылған май картерге бекітілген поддонға барып орналасады. Картердің түбіне май қабылдағышы бар, май сорғысы бекітілген. Поддонға құйылған мотор майының деңгейі шуб деп аталатын сым темірмен өлшенеді. Қазір бейнебаяннан қозғалтқыштың майлау жүйесінің жұмысын көреміз. Двигатель іске қосылған кезден бастап жұмыс істейді. Ол поддондағы майды сорып алып, қысыммен май магистралдарына жібереді. Майдың қысымын реттеп тұратын редукциялық клапан болады. Ол жеке немесе май насосында орналасады. Бірнеше май сорғыларын қарастырамыз. Олар шестернялы сорғылар және роторлы сорғылар болып бөлінеді. Бұл сорғылар реттелмейтін сорғылар және реттелетін сорғылар болып бөлінеді. Реттелетін сорғының артықшылығы ол майдың қысымын және двигательдің әртүрлі жағдайда істеген кездегі жұмыс режиміне қарай реттеп тұрады. Мотор майы май арналарына барып, ең бірінші май сүзгісінен өтеді. Май сүзгісі майдың құрамындағы ұсақ механикалық қоқыстардан тазартады. Май сүзгісі қатты кірленген жағдайда май тазаланбаған күйі босату клапаны арқылы май арналарына кетеді. Май сүзгілерін май ауыстырған кезде бірге ауыстыру қажет. Май сүзгісінен шығатын арнада май қысымын көрсететін датчик орналасқан. Ол туралы кейінірек айтылады. Қысым арқылы иіндібіліктің түпкі мойындарын майлайды. Түпкі мойындарда орналасқан сырғанау мойын тіректері майланып, үйкеліс азаяды. Май түпкі мойындардан кейін шатын мойындарына барады. Ондағы май түпкі мойындардан кейін шатын мойындарын майлайды. Шатын мойындарында да сырғанау мойын тіректері орналасқан. Яғни вкладыш деп атайды. Осы мойында, түпкі мойындар мен шатын мойындарының және вкладыштардың арасында жұқа май пленкасы пайда болады. Мұны осы арқылы үйкеліс күші азаяды. Бейнебаянда көрініп тұрғандай, иіндібілік поддондағы майды шашырату арқылы цилиндрлердің бетін майлайды. Кейбір қозғалтқыштарда қысым мен шатым бойымен барып, поршын саусақтарында майлайды. Шашырау арқылы цилиндрдің беттері және поршын саусақтары майланады. Цилиндрдің бетіне шашыраған майды поршындегі май ыдырғыш сақиналар сыдырып төмен қарай түсіреді. Сонымен бірге қысымдағы май жоғары көтеріліп, газ тарату механизмінің білігінің түпкі мойындарын майлайды. Сонан кейін ол қысыммен барған май онымен бірге қысыммен жоғары көтерілген май
Газ тарату механизм білігінің түпкі мойындарын майлап, одан ағып, шашырау арқылы және тамшылау арқылы басқа да бөлшектерді майлайды. Клапанның қарамыслы, штанга және итергіштер майланады. Сөйтіп, қысым арқылы иінді біліктің және газ тарату механизм біліктерінің түпкі мойындары мен шату мойындары майланса, шашырау арқылы цилиндрдің ішкі беті, газ тарату механизмінің көптеген бөлшектері майланады. Ал тамшылау арқылы жәнегі айтып өткендей қарамысла, штанга және итергіштер майланады. Май қысымын өлшегіш датчиктер бір немесе бірнеше болуы мүмкін. Олардың біреуі май сүзгісінің алдында, екіншісі артында орналасуы мүмкін. Егер майдың қысымы азайған жағдайда, онда қызыл түспен жанатын шам жанып белгі береді. Сонымен бірге кейбір двигательдерде майдың температурасын көрсететін датчик және майдың деңгейін көрсететін датчиктер болуы мүмкін. Сондай-ақ майды салқындататын радиатор болады. Ол радиатор су радиаторының алдында орналасады. Кейбір қозғалтқыштарда қосымша бөлшектер майлануы мүмкін. Мысалы, турбокомпрессор. Жану камерасына май кетіп қалмас үшін май ыдырғыш сақиналар және май ыдырғыш қалпақтар қолданылады. Немесе сальник деп аталады. Иінді біліктің алдыңғы және артқы түпкі мойындарына май ақ кетпеу үшін әртүрлі сальниктер мен май қайтарғыштар қолданылады. Қозғалтқышты күткенде ең басты мәселе ол мотор майы мен май сүзгісін уақытында ауыстырып отыру қажет. Үйтпеген жағдайда майдың кірленуі каналдарды бітеп, бөлшектердің тозуына немесе сынуына әкеліп соғады.